Добрый день! Мы, преподаватели Высшего медицинского колледжа Управления здравоохранения города Алматы, ЦМК номер 3 клинические дисциплины, так же, как весь наш город-страна, преодолеваем трудные дни. В связи с введенным карантином по поводу коронавирусной инфекции наш колледж перешел на дистанционное обучение. Я преподаватель Беримбаева Турсун Умедбаевна, веду два предмета – пропедевтика внутренних болезней и внутренние болезни. Мы вместе, мы дома, мы сила. Здравствуйте, я Хусаинова Гульнара Анваровна, преподаватель внутренних болезней ЦМК СДФ-терапии Высшего медицинского колледжа города Алматы. В это непростое время наш колледж перешел на дистанционное обучение. И несмотря на сложность поставленных перед нами задач, мы успешно с ними справляемся, благодаря нашей сплоченности. И наши студенты не остаются без внимания. Потому что мы вместе, потому что мы команда. Всем казахстанцам я желаю здоровья, терпения. Оставайтесь дома со своими родными, и мы победим, потому что мы вместе, потому что мы сила. Алматы қаласы жоғарғы медициналық колледждің терапия пәнінің оқытушысы Жексенбаева Назира Жексенбайқызы. Қашықтықтан сапалы білім береміз, біз үйдеміз, біз біргеміз. Мен Аманшаева Гүлсара Амирхановна, жоғарғы медициналық колледждің ішкі аурулар пәнінің мұғалімімін. Бүгінде біздер қашықтықтан оқыту жүйесінің барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, студенттерімізге білім беріп жатырмыз. Біз біргеміз, бірге барлық қиындықтарды жеңеміз. Мен Кажымгалиева Рима Умирзаковна, қашықтықтан сапалы білім берудемін. Құрметті отандастар, біз бәрінде жеңеміз, біз біргеміз, біз бір елміз. Алматы қаласы жоғары медицина колледжінің терапиядағы медбике ісі пәнінің мұғалімі Жапар Құрбан Ашырабова. Біз дистанционно сабақ өтудеміз. Біз үйдеміз, біз біргеміз.